Мен Жұмағазы Айдару, Семей қаласындағы номер 34-ші орта мектептің 1-ші А сынып оқушысы Шыңғыстан эстафетаны қабылдадым. Абай атамыздың 175 жылдығына арнап қыз өлеңін оқимын. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскіріп аяз бен қар, кәрі құтан қыз келіп әлек салды. Құшпадай бір күн кейін тоқшыр айтып, аяз бені қызарып ажаланды. Бұл тай қасы жауып екі көзі, басын сілкізе қар жауып мазаңдалды. Борандай борық сарық етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шалқалды. Мен өз эстафетамды Қайсарға жолдаймын.